Сәлем бәріне, бүгін біз сіздермен филеден кешкі тамақ жасаймыз. Ол үшін филені осылай турап аламыз. Турап алған филенің үстіне паприкамызды, қара бұрышымызды және тұзымызды қосып, осылайынан араластырамыз. Тұздап, дәмін шығарып аламыз. Сосын қызып тұрған майымызға филені қуырамыз. Екі жағы қызарып, жақсы әдемі түс болғанша қуырамыз. Достар, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қандай тамақ сіздерге ұнайды, соны жаза кетсеңіздер, соның рецептін мен келесі жолы түсіретін боламын. Міне біз филемізді қуырамыз жақсылап, екі жағын аударып, қызартып. Сосын сарымсақты осылайынан қуырып аламыз. Майымызға үстіне бұрыш қосамыз. Және томат қосамыз. Жақсылап араластырамыз осылайынан. Үстіне ұн қосып, жақсылап осылайынан қуырамыз. Енді үстіне су құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қайнап, әдемі болып шығу керек. Енді үстіне жәнегі қуырылған филемізді саламыз. Сырды теркадан өткізіп, дәмді болу үшін бетіне осылайынан себеміз. Сонда өте дәмді, жақсы болып шығады. Енді қасына мен картоптан пюре жасадым. Осылайынан пісіріп алып, оны езіп жасадым. Сіздер өз қалауларыңызбен қасына не қосқыларыңыз келеді, соны қосуға болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай уже біздің кешкі тамағымыз дайын. Өте тез арада дайын болды.